көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған дегенде Абай атамыздың бүгінгі күнде жарқын бейнесі, жалынды жырлары қазақ елінің мәңгі есінде бірге өмір сүріп келеді. Абай Кунанбайұлының шын есімі Ибрахим Кунанбайұлы. 1845 жылы 10 тамызда Семей облысында дүниеге келген. Абай жас кезінен зерек алғыр болған. Әкесі Кунанбай Өскенбай ұлы, анасы Олжан Асанқызы. 1904 жылы 58 жасында Абай атамыз дүниеге салады. Ақын тек ағартушы ғана емес, сонымен қатар философ, саяси қайраткер, аудармашы болып танылды. Абай шығыс пен батыстың өркениетін, мәдениетін жетік білген. Сонымен қатар жазба әдебиеті мен қазақ әдебиетінің негізін қалаушы болып табылады. Абай атамызды жас кезінен зерек екенін білген әкесі 13 жасынан ел басқару ісіне араластырады. Абай Кунанбаев тек қана ел басқарып қана қоймай, балаларға да бірнеше өлеңдерін, шығармаларын шығарады. Сонымен қатар Абай өлең шығарып қана қоймай, Пушкин, Лермонтовтың шығармаларын қазақ тіліне аударады. Қазақ тіліне аударып отырып, ақынның барлық шығармалары басқа бірнеше тілге, француз, ағылшын, орыс тіліне аударылады. Ақынның шығармашылығымен қатар қара сөздері де бар. Ал енді ақынның кішкене ғана кітаптарына шолу жасайын. Ақынның өзінің шығармаларының ішінде қалың елім, қазағым, қайран жұртым, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы деген шығармалар жазған. Абай атамыздың тек қана өзі ғана шығармалары емес, сонымен қатар Абай туралы ақын жазушылардың сын пікірлері, естеліктері, Рабиға Сыздықованың Абайдың сөз өрнегі атты бірнеше осындай шығармалары Абай туралы жазылған өте көп деп білемін. Абайдың кітаптарын таза, дұрыстап ұстау міндетті. Ол әлем әдебиеті, қазақ халқының ұлттық рухы, идеологиясы. Абай еңбектерінде біздің қазақтың бүгіні мен ертеңгі болашағы анық көрсетілген. Ал енді осы Абай жолын, Абайды таныстыра кетсе, Абайды сен білесің бе дей отыра, Абайдың сен де бір кірпіш дүниеге атты жинағынан өлең оқиын деп отырмын. Абай Кунанбаев, өлсең орным қара жерсіз болмай ма? Өлсе орным қара жерсіз болмай ма? Өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма? Махаббат қадауатпен майдандасқан қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Амалсыз тағдыры бір күн кез болмай ма? Біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басқан, жерін тауып артқаға сөз болмай ма? Сонда жауап бере алман мен бейшара, сіздерге еркін тиер байқап қара. Екі күймек бір жанға әділет пе, қаны қара, бір жанның жаны жара. Жүрегіңнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім, мың мен жалғыз алыстым, кінә қойма, деп Абай атамыз жырлаған.